Амангелді қарттар үйіне 68 жасында келген. Оны ешкім күштеп әкелген жоқ. Бірақ өз еркімен келді деуге де болмайтын. Өмір кейде адамда таңдауы жоқ шек алып кетеді екен. Амангелдінің жалғыз ұлы Болат болатын. Әйелі Айгүлік пен Амангелді 40 жылдан астам бірге өмір сүрді. Айгүлік қарапайым, мейірімді әйел еді. Жастайынан жоқшылық көрсе де, ешқашан біреудің алдында мұңын шағып көрмеген. Байлықтың керегі не? Балам заман болсын дейтін. Екеуі Болатты барынша жақсы өсіруге тырысты. Амангелді құрылыс саласында жұмыс істеді. Күннің ыстығы мен суығына қарамады. Айгүлік асханада еңбек етті. Өздері жаңа киім кимесе де, Болат қатарынан қалмасын деді. Ұлдары жоғары оқу орнына түскенде, Амангелді жалғыз сиырын сатып жіберді. Болат үйленгенде екеуі жылдар бойы жинаған ақшасын тойына жұмсады. Баламыз бақытты болса болды, деді Айгүлік. Бірақ уақыт өте Болат өзгерді. Қалаға көшті. Жұмысқа орналасты. Әуелде ата-анасына апта сайын хабарласатын. Кейін айына бір рет. Сосын мереке сайын ғана. Ақырында Амангелді телефон соқса, «Әке, жиналыстамын. Әке, кейін сөйлесейік. Әке, жұмыс көп», дейтін болды. Амангелді ұлын ешқашан кінәламады. «Жас қой, тіршілігі бар», деп Айгүлікті жұбататын. Бірақ ана жүрегі сезеді екен. Бір күні Айгүлік, «Амангелді, біздің баламыз бізден алыстап бара жатқан сияқты», деді. «Қойшы, жүрегім сезеді. Өз баламыз ғой». Айгүлік үндемеді. Арада 2 жыл өткенде ол ауыр науқастанып қалды. Соңғы күндерінің бірінде Амангелдінің қолын ұстап, «Мен кетсем, жалғыз қалып қойма», деді. «Қайда кетесің? Өмір ғой». Айгүлік, «Ондай сөз айтпа». Әйелі әлсіз жымиды. «Болатқа ренжіме». Амангелді көз жасын жасырып, «Ренжімеймін», деді. «Ол біздің жалғызымыз ғой». Бір аптадан кейін Айгүлік өмірден өтті. Сол күннен бастап үйдің іші босап қалғандай болды. Төрдегі Айгүліктің орны, ас үйдегі кесесі, сандырындағы орамалдары, бәрі орнында. Тек өзі жоқ. 6 айдан кейін Болат келді. «Әке, жалғыз тұру сізге қиын». Амангелді қуанып қалды. «Балам мені өзімен бірге алып кеткелі келген шығар» деп ойлады. Бірақ Болаттың айтқаны басқа болды. «Бір жақсы қарттар үйін таптым». Амангелді баласына үнсіз қарады. «Қарттар үйін?» «Иә, дәрігерлер бар, тамақ дайын. Қасыңызда өзіміз сияқты адамдар болады». «Ал сенім үйімше?» Болат көзін тайдырып әкетті. «Біздің үй тар ғой, әке. Балалар өсіп келеді». Сол сәтте Амангелді бәрін түсінді. Ұлының үйінде оған орын жоқ еді. «Жарайды балам», деді ол. Болат таңғалды. «Ренжімедіңіз бе?» «Неге ренжімін?» Бірақ сол түні Амангелді Айгүліктің суретін құшақтап ұзақ жылады. «Айгүлік, сен кеткенде менің де үйім кеткен екен ғой». Келесі күні бір кішкентай сөмкесін жинады. Қарттар үйіне кірер алдында Болат, «Әке, жиі келіп тұрамын», деді. Амангелді күлімсіреді. «Кел балам». Бірінші аптада күтті, екінші аптада күтті. Бір айдан кейін Болат келді. Жеміс әкелді. Әкесі мәз болды. «Балалар қалай?» «Жақсы. Келесте өздерінде ертіп кел». «Әрине». Бірақ келесі кездесу 3 айдан кейін болды. Одан кейін жарты жылдан соң. Сосын Болат мүлде келмей қойды. Қарттар үйінде Амангелдінің ең жақын адамы Сапарғали еді. Сапарғали одан 2 жас үлкен. Әзілі көп, көңілді қария болатын. «Ей Амангелді, тағы есікке қарап отырсың ба?» дейтін. «Жоқ, далаға қарап отырмын». «Мен алдама, даланың несіне қарайсың? Ана есіктің ашылғанын күтесің». Амангелді үндемейтін. Сапарғали қасына отырып, «Мен де күтем» дейтін. «Кімді?» «Қызымды». Сапарғалидың жалғыз қызы шетелге көшіп кеткен еді. Алғашқы жылдары хабарласып қойған, кейін байланысы сиреген. «Бір күні келет» дейтін Сапарғали. 2 қария осылай бір-бірін жұбататын. Кейде түнде ұйықтай алмай қалғанда өткен өмірлерін айтатын. Бір күні Сапарғали, «Амангелді,
Сенің өмірінде Айгүліктен бұрын біреу болды ма деп сұрады. Амангелді күліп жіберді. Қартайғанда не сұрап отырсың? Демек болған. Амангелді ұзақ үнсіз қалды. Сосын Мәрзия деген қыз болған деді. Сүйдің бе? Сүйдім. Неге үйленбедің? Амангелді ауыр күрсінді. Жастық шағында Мәрзия екеуі бір ауылда өскен. Бір мектепте оқыған, бір-бірін жақсы көрген. Амангелді әскерге кеткенде Мәрзия күтемін деп шығарып салған. Бірақ Амангелді әскерден келгенде Мәрзия ауылда жоқ еді. Отбасы басқа жаққа көшіп кеткен. Амангелді іздеді, таба алмады. Бірнеше жылдан кейін Айгүлікпен танысты. Айгүлікті шын жүрегімен жақсы көрді. Отбасы құрды. Бірақ алғашқы махаббаты жүрегінің бір түкпірінде естелік болып қала берді. Айгүлік білді ме деді Сапарғали. Білетін. Ренжімеді ме? Жоқ. Бір күні адамның өткен өмірін өшіруге болмайды. Тек бүгінгі жүрегінде кім барын білсең болды деген. Сапарғали басын шайқады. Ақылды ел болған екен. Өте ақыл деді. Арада бірнеше ай өтті. Сапарғалидың денсаулығы нашарлай бастады. Бір түні Амангелдінің қолын қысып, досым, не болды? Егер мен кетіп қалсам, қой ондайды. Тыңдаш. Сапарғали көз жасын сүртті. Қызым келсе, әкең сені соңына дейін күтті деп айт. Өзің айтасың. Айта алмай қалсам ше? Амангелді досының қолын қатты ұстады. Айтамын. 3 күннен кейін Сапарғалиді неден өтті. Амангелді сол күні алғаш рет қарттар үйіндегі бөлмесіне кіргісі келмеді. Екінші кереует бос тұрды. Жастықтың үстінде Сапарғалидың көзілдірігі қалыпты. Амангелді оны қолына алып, сен де күтіп кеттің ғой, досым, деді. Сол түні ол ұзақ ойланды. Мені кім күтеді? Жауабын таба алмады. Ертесіне Айсара, ата, тамаққа жүрміз деді. Тәбетім жоқ. Сапарғали атаны сағынып отырсыз ба? Амангелді басын изеді. Қызым, адам қартайғанда өлімнен қорықпайды екен. Неден қорқады? Қарияның көзіне жас келді. Ұмытылып қалудан. Айсара ештеңе айта алмады. Тек оның иығына қолын қойды. Сапарғали кеткеннен кейін Амангелді бұрынғыдан да тұйықталып қалды. Жылдар бірінен соң бірі өтіп жатты. 8-ші жыл, 9-шы жыл, 10-шы жыл. Болаттан хабар жоқ. Амангелді оның телефон нөмірін жатқа білетін. Бір күні Айсара, ата, өзіңіз қоңырау шалып көріңізші деді. Жоқ. Неге? Соңғы рет мен хабарласқанда, әке, кейін өзім соған деген. Қашан? Амангелді жымиып қойды. 3 жыл бұрын. Айсараның жүрегі шым етті. Содан бері күттіңіз бе? Әке деген күтеді екен қызым. Ренжімейсіз бе? Ренжімін. Амангелді біраз үнсіз қалды. Бірақ сағыныш, реніштен күшті екен. Сол күні түстен кейін Айсара бөлмеге асығыс кірді. Амангелді ата, иә, сізге адам келді. Қария селк етті. Кім? Мәрзия деген әйел. Амангелдінің жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол таяғына сүйеніп орнынан тұрды. Айсара қолтығынан демеді. Қонақ бөлмесіне жақындаған сайын аяғы ауырлай берді. Есіктің алдында тоқтап қалды. Іште ақ шашта ешер отыр екен. Амангелді бірден таныды. Жүзін әжім басқан, шашы ағарған, бірақ жанары сол баяғы Мәрзияның жанары. Мәрзия? Әйел орнынан тұрды. Амангелді. Екеуі біраз уақыт бір-біріне үнсіз қарап тұрды. Сосын Мәрзия жылап жіберді. Кешір. Не үшін? 40 жылдан астам уақыт өтті. Амангелді орындыққа отырды. Мені қалай таптым? Мәрзия көз жасын сүртті. Мен сені көп жыл бұрын да іздегенмін. Қашан? Сен әскерден келген жылы. Амангелді таң қалды. Бірақ ауылдан көшіп кетіп едіңдер ғой. Өз еркімізбен емес. Мәрзия әкесінің олардың араласуына қарсы болғанын айтты. Амангелді әскерде жүргенде отбасын асығыс көшіріп әкеткен. Амангелдіге жазған хаттарын жібермеген. Мен сені күттім деді Мәрзия. Кейін сенің үйленгеніңді естідім. Отбасынды бұзғым келмеді. Амангелді төмен қарады. Айгүлек жақсы адам еді. Білемін.
Қайдан? Мәрзия үнсіз қалды. Сосын есікке қарады. Мен жалғыз келген жоқпын. Кім бар? Мәрзия орнынан тұрды. Есік ашылды. Ішке 60-тарға таяған ер адам кірді. Амангелді оған қарады. Бейтаныс. Бірақ қарияның жүрегі әлденені сезгендей болды. Ер адамның қасы, маңдайы, жүрісі өзіне ұқсайды. Бұл кім? Деді Амангелді. Мәрзияның ерні дірілдеді. Оның аты Айсара. Амангелді жанында тұрған қызметкер Айсараға қарап қалды. Мәрзия жылаттырып сөзін түседі. Кешір, толқып кеттім. Бұл менің інімнің баласы. Сені іздеуге көмектескен осы кісі. Амангелді ауыр дем алды, бірақ Мәрзияның негізгі әңгімесі әлі алта еді. Мен саған басқа себеппен келдім, деді ол. Қандай? Болат туралы. Амангелді орнынан ұшып тұрғандай болды. Баламды білесің бе? Білемін. Қайда ол? Мәрзия үнсіз жылады. Амангелді, Болат сені іздеп жүр. Қарияның қолындағы таяғы жерге түсіп кетті. Мені Болат іздеп жүр ме? Амангелді сенбеді. 10 жыл бойы қайда болды сонда? Мәрзия басын төмен салды. Болат үлкен қателік жасағанын кеш түсінген. Сөйтсе, бірнеше жыл бұрын Болаттың отбасы бұзылған, жұмысынан айырылған, қарызға батқан. Басындағы қиындықтарды әкесіне айтуға ұялған. Ал уақыт өткен сайын әкесінің алдына келуге беті шыдамаған. Әкемді қарттар үйіне өз қолыммен апардым. Енді қандай бетімен барам депті, деді Мәрзия. Амангелді үнсіз тыңдап отырды. Бірақ мекен жайды біледі ғой. Біледі. Онда неге келмеді? Қорыққан. Амангелдінің көзіне жас толды. Мен оны ұратын ба едім? Жоқ. Қуатын ба едім? Жоқ. Сонда менен несіне қорқады? Даусы қаттырақ шығып кетті. Мен әкесімін ғой. Бір рет келіп, әке кешір десе болды емес пе? Мәрзия жылады. Адам кейде кешірім сұраудан да қорқады екен. Амангелді терезеге қарап қалды. Мен 10 жыл күттім. Оның даусы сыбырға айналды. Әр туған күнімде күттім. Әр жаңа жылда күттім. Әр есік ашылғанда күттім. Сол сәтте сырттан бір дауыс естілді. Әке! Амангелді қатып қалды. Бұл дауысты 10 жылдан кейін де таныды. Баяу бұрылды. Есіктің алдында Болат тұр екен. Шашына ақ кірген. Жүзі жүдеу. Көзінен жас ағып тұр. Әке! Амангелді орнынан тұра алмады. Болат жанына келіп тізерлеп отырды. Әке, кешіріңізші. Амангелдінің ерні дірілдеді. Болат, кешіріңіз. Болат әкесінің қолын ұстап маңдайына басты. Мен жаман ұл болдым. Неге келмедің? Ұялдым. 10 жыл бойы ма? Болат жылап жіберді. Алғашында бәрін кейін түзетем деп ойладым. Бір ай өтті, бір жыл өтті. Уақыт көбейген сайын сіздің алдыңызға келу қиындай берді. Амангелді ұлының бетіне қарады. Мен сенің әкең едім ғой. Білемін. Мен сені кешірмейді деп ойладым ба? Болат жауап бере алмады. Амангелді екі қолмен баласының басын ұстады. Әй балам-ай. Сол сөзді естігенде Болат өзін ұстай алмай, әкесінің тізесіне басын қойып жылады. Әке, үйге жүрмізші. Амангелді көзін жұмды. 10 жыл күткен сөз. Үйге жүрмізші. Ол осы сөзді қанша рет түсінде естіді. Бірақ дәл қазір қуанышпен бірге жүрегінде бір ауырлық тұрды. Үйге? Иә, әке. Мен сізді алып кетуге келдім. Үйіңде маған орын бар ма? Болаттың жылаған дауысы шықты. Әке, енді менің үйімде сізден артық ешкімге орын керек емес. Амангелді ұзақ үнсіз отырды. Сосын ұлының бетінен сипады. Кеш қалдым, балам. Болаттың өңі өзгерді. Әке, Амангелді сөзін жалғастырды. Бірақ әке, жүрегі үшін баласының келгені ешқашан кеш емес екен. Болат әкесін құшақтады. Амангелді де ұлым бауырына басты. 10 жыл бойы жиналған сағыныш сол бір құшақтың ішінде еріп бара жатқандай еді. Айсара есік алдында үнсіз жылап тұрды. Мәрзия да көз жасын сүртті. Ал Амангелді айгөлек тірі болғанда ғой, деп сыбырлады. Болат басын көтерді. Анам мені кешірер ме еді? Анаң ба? Амангелді көз жасын сүртті. Анаң сені менен бұрын кешіріп қойған болар еді. Амангелді сол күні бірден кетпеді. Маған бір күн бер деді.
Болат таң қалды. Неге әке? 10 жыл тұрған жерім ғой, қоштасайын. Келесі күні Амангелді кішкентай сөмкесін жинады. 10 жыл бұрын осы жерге дәл осы сөмкемен келген еді. Бірақ ол кезде сөмкесі ғана емес, жүрегі де бос болатын. Бөлмедегі екінші кереуетке қарады. Сапарғали есіне түсті. Оның көзілдірігі әлі Амангелдінің партпасында сақтаулы еді. Қолын алды. Досым, көзіне жас келді. Мені балам алып кеткелі жатыр. Бөлме тым-тырыс. Сен де қызыңды күткен едім. Қария көзілдірікті кеудесіне басты. Егер қызың бір күні келсе, аманатымды жеткіземін. Айсара есік алдында тұр екен. Ата? Иә қызым. Сіз кетсеңіз, біз сағынамыз. Амангелді жымиып, сендер менің 10 жылдағы отбасым болдыңдар. Айсара оны құшақтап алды. Бізді ұмытып кетпеңіз. Қалай ұмытамын? Қоштасу бөлмесінде бірнеше қария жиналды. Бірі, Амангелді, үйіңе барып бізді ұмытып кетпе деді. Екіншісі, немерелеріңді ертіп кел. Амангелдінің жүрегі ауырды. Өйткені олардың әрқайсының жанарында бір ғана үміт бар еді. Мені де біреу алып кетсе екен. Амангелді Болатқа қарады. Балам. Иә әке, мына адамдарға қара. Болат қарады. Бұлардың бәрінің баласы жоқ деп ойлама. Болат темен қарады. Кейбірінің 3 баласы бар, кейбірінің 5 баласы бар. Бірақ есікке қарап отырғандарына жылдар болды. Болаттың көзіне жас келді. Әке, менің көргенімді ешбір әке көрермесін. Кешірімші. Кешірдім. Амангелді ұлының иығына қолын қойды. Бірақ бір өтінішім бар. Айтыңыз. Мені енді қайтып мұнда әкелме балам. Болат әкесін құшақтады. Ешқашан әке. Олар сыртқа шыққанда Мәрзия күтіп тұр екен. Мәрзия, деді Амангелді. Иә, рахмет. Не үшін? Баламды тауып бергенім үшін. Мәрзия жымиды. Мен сені 40 жылдан кейін таптым. Болат әкесін 10 жылдан кейін тапты. Кейде адамға үйіне қайту үшін ұзақ жол жүруге тура келеді екен. Амангелді үнсіз басын изеді. Үйге келгенде есіктің алдында 2 жасөспірім тұрды. Болат. Балалар, аталарың келді деді. Немерелері қысылып жақындады. Амангелді олардың жүздеріне ұзақ қарады. 10 жылда алғаш рет көріп тұр. Қыз немересі. Ата? Деді шайхана. Амангелдің көзіне жас толды. Айналайын. Қыз келіп атасын құшақтады. Амангелді шыдай алмай жылап жіберді. Ол сол кеште дастархан басында ұзақ отырды. Бір жағында Болат, екінші жағында немерелері. Бірақ әлсін-әлсін жандағы бос орынға қарай береді. Айгөлек отырғандай. Түнде Болат әкесінің бөлмесіне кірді. Әке, ұйықтамадыңыз ба? Жоқ. Бірдеңе керек пе? Жаныма отыршы. Болат отырды. Амангелді оның қолын ұстады. Балам, мен саған бір нәрсе айтайын. Айтыңыз. Мен сенің 10 жылында қайтар алмаймын. Сен де менің 10 жылында қайтар алмайсың. Болат көз жасын сүртті. Білемін. Сондықтан қалған уақытты жоғалтпайық. Жоғалтпаймыз әке. Амангелді баласының қолын қысты. Мен сенен дүние сұрамаймын. Ақша да сұрамаймын. Білемін. Кейде қасыма келіп отырсаң болды. Әке, қалайсың деп сұрасаң болды. Болат басын әкесінің иығына қойды. Енді күнде сұраймын. Амангелді жымиып, күнде де керек емес деді. Кек ұмытпа. Содан кейін Болат әкесін жалғыз қалдырмады. Амангелді де қарттар үйін ұмытқан жоқ. Ай сайын Болатпен бірге барып, бұрынғы достарына жеміс жидек апаратын. Бір күні дәлізде отырған қарияным, балам бүгін келетін шығар дегенін естіді. Амангелді оның жанына отырды. Өйткені ондай күтудің қандай екенін жақсы білетін. Ал Мәрзия ара-тұра хабармасып тұрды. Екеуі өткен өмірді қайта бастауға тырыспады. Өйткені әрқайсысының өз тағдыры, өз жолы бар еді. Бірақ бір-біріне деген құрметпен жылы естелік қалды. Бір жылдан кейін Амангелді туған күнін баласын үйінде қарсы алды. Дастархан басында Болат. Әке, тілек тілеңіз деді. Амангелді немерелеріне қарады. Болатқа қарады. Сосын қабырғадағы Айгөлектің суретіне көз тастады. Менің тілегім орындақ қойды балам. Қандай тілек? Қария жымиып. Қарайғанда адамның ең үлкен бақыты баласының үйінде артық адам болып сезінбеу екен.
Бөлме іші үнсіз қалды. Болат орнынан тұрып әкесін құшақтады. Сіз ешқашан артық адам болған жоқсыз, әке. Артық болған менің тәкаппарлығым мен кеш қалған ақылым. Амангелді ұлының арқасынан қақты. Сол түні бәрі ұйықтап кеткенде қария терезе алдына келді. Аспанға ұзақ қарады. Айгөлек, даусы дірілдеді. Балаң үйіне қайтты. Мен де үйге қайттым. Көзінен бір тамшы жас сырғып түсті. Бірақ бұл жолы ол жалғыздықтың жасы емес еді. Бұл 10 жыл бойы күткен әкенің жүрегіне кеш болса да жеткен жылулықтың жасы еді. Өйткені қартайған адамның жүрегіне көп нәрсе керек емес. Бір қоңырау, бір жылы сөз, бір рет құшақтау. Әке, қалайсыз? Апа, амансыз ба деген екі-ақ ауыз сөз. Кейде біз үшін 5 минут қана болатын уақыт, олар үшін бір апталық қуаныш болуы мүмкін. Ал есікке қарап күткен адамның үміті сөнбей тұрғанда, оған баруға ешқашан кеш емес.